облысы негізі жалпы алғанда Арал өңірі осы ЮНЕСКО шешімі бойынша экологиялық қолайсыз аймаққа жатады. Біздің өңірімізде шешілетін қарастыратын мәселе өте көп. Сол мәселелердің бірі осы тұрғындарды таза өніммен қамтамасыз ету. Назарбаев интеллектуалды мектебінде бірнеше ғылыми жобалар орындалып жатыр. Соның бірі болып осы микроканалды әдіс арқылы өсімдікті алу, өсімдік өсіру инвитро жағдайында. Енді біз өзімізге мақсат қойып, осы инвитро жағдайында бидай өсімдік алуды қойдық. Жұмыс жасалды, жақсы орындалып жатыр. Және де осы негізгі мақсаты жаңалаған. Осы лабораториялық жағдайда, инвитро жағдайында бидай өсімдігін алу, бидай өсімдігінің калусын, эксплантын алу. Соның нәтижесінде келешекте осы өндіріске ұсыну, және де ең негізгі мақсатымыз біз осы өсімдікпен осы Арал өңірі тұрғындарын, экологиялық қолайсыз өмірде сүріп жатқан тұрғындарды таза өніммен қамтамасыз ету. Өсімдіктерді өсіруде микроклонды көбейтудің тиімділігін анықтау мақсатында ең алдымен стерилизация процесі орындалады. Стерилизация дегеніміз барлық объектілерден биологиялық заттардан зарарлы заттар кетіріп, оларды қауіпсіз дәрежеге жеткізеді. Стерилизация құрғақ және ылғалды автоклавта жүзеге асады. Автоклав деп отырғанымыз мына стерилизация жүргізілетін, қауіпсіз дәрежеге жеткізетін құрылғы. Бұл құрылғы 180 градуста қарапайым шприц, колба, пробиркаларды осы 180 градуста 45 минутқа стерилизациялаймыз. Яғни ылғалдылықты қамтамасыз ету үшін химиялық препараттар қолданылады, ал тазалық пен тазалық қамтамасыз ету үшін физикалық препараттар қолданылады. Осы стерилизация бізде бүкіл биологиялық заттарды микробтардан, вирустардан құтқарады. Нысаны ретінде бидай алынған болатын. Бидайды ең алдымен біз асептикалық шараларын жүргіздік. Біріншіден оны калий мангонатымен немесе спиртпен. Біз өзіміздің жобамызда спиртпен оны асептикалық жағдайлар жүргізген болатынбыз. Кейін оны дистелленген суға құйып, оны термостатқа салған болатынбыз. Бұл не үшін жүргізілді? Себебі бұл бірінші вирусы сау болу үшін, екіншіден қабығының алыну мақсатында. Термостат 37 градуста болды. Және осы термостаттан кейін біз осы бидайды алып, 4 бөлікке бірінші қабығын алып аламыз, одан кейін оны 4 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікті біз өзіміздің жасанды қоректік ортамызға салғаннан кейін, автоклавта ол 20 күннен кейін калус қалыптасты. Біз өзіміздің жобамызда мурасигас қоректік ортасын пайдаланған болатынбыз. Бұл не үшін біз осы қоректік ортаны пайдаландық? Себебі бұл қоректік орта біз үшін тиімді болды, әрі қолайлы болған болатын. Яғни осы қоректік ортаның құрамында кездесетін макро, микроэлементтер, сахароза, агар-агар, витаминдер барлығы өсімдіктердің өсуіне қолайлы жағдайлар жасайды. Микроклонды көбейту нәтижесінде алынған өсімдіктер вирустан сау, таза болып табылады, және соның нәтижесінде өсімдіктер ешқандай да вирустық ауруларға шалдықпайды. Алынған өнім сапалы болып табылады.